Өзің үшін өмір сүрсең, айналаңдағылардың көңілі тоқ. Ал өзгелер үшін өзіңді құрбан етсең, оның үшін олардан мақтау естің келсе, онда ешкімнен рахмет те естпейсің, өзің де бақытты болмайсың. Қанша досың бар екенін білгің келсе, жетістікке жетіп көр. Өзіңе дұшпан арттырғың келсе, ақыл айт. Айтқан ақылың неғұрлым үлкен болған сайын, дұшпаның да соғұрлым мықты бола түспек. Бойыңдағы қызғаныштан арылғың келсе, өзіңнен жоғары адамдармен санаспай, өзіңді өзіңмен ғана салыстыр. Бақытты болғың келсе, әрекет ет. Өзгеге пайдалы болғың келсе, өзің үшін өмір сүр. Баланы қалай дұрыс тәрбиелеу керек екенін білмесең, оны еркіне жібер. Біреу саған ақымақсың десе, онымен келісе сал. Сізге бақытты болуға кедергі келтіретін 3 нәрсе: қорқыныш, қызғаныш және өзіңді кінәлі сезіну. Егер саған өмір сүру қиындық тудырып жүрсе, демек сен дұрыс жолда емессің. Сөз тәрбие бермейді. Ата-аналар өз балаларын сөзбен тәрбиелеймін деуі қате. Балаңды тәрбиелегің келсе, оған дұрыс өмір сүруді ісіңмен көрсет. Балам бақытты болсын десең, алдымен өзің бақытты бол. Адам өзі неғұрлым ақ көңіл, әрі мейірбан болған сайын, ол өзгелерден де соны байқайды. Солай болғанда ғой деген сөзден артық қайғылы сөз жоқ. Адам өлуі мүмкін, ұлттар пайда болуы немесе жойылуы ықтимал, бірақ ой ешқашан өлмейді. Біздің көпшілігіміз өзіміз емеспіз. Ойымыз өзгелердің пікірі, өміріміз қорғаныш реңі, ал іңкәрлігіміз дәйек сөздер. Егер бір-біріңізді қатты сүйетін болсаңыз, басқа ешкімге сенбеңіз. Ерік жігерің мен күшің барда еңбек қыл, сонда қазынаға тап боласың. Тілің таза болсын десең, жүрегің таза болсын, себебі сөз жүректен шығады. Сенен жерімейтіндей жақын бол, сені ұмыта алмайтындай алыс бол. Айтылған сөз, атылған оқ ешқашан қайта келмейді. Өмірге келгеннен соң бәрі тіршілік етеді, бірақ нағыз өмірдің дәмін сезетіндер тым аз. Адамның ең үлкен қасиеті бақытты болуға талпынуы. Данышпан адам табиғатынан жайсыз келеді, ал халық болса тыныштықты қалайды. Тәкаппарлық тәрізді көрінетінде ізетті мінез болады. Фантазия білімнен де маңыздырақ, өйткені білімнің шегі бар. Қазіргі күндегі ең басты қатер әрекетсіздік. Кедей әкем ақшаға деген құмарлық бар жауыздықтың тамыры. Ал бай әкем бар жауыздықтың тамыры ақшаның тапшылығы. Ең кедей, ең бақытсыз, ең сәтсіз адам ертең сөзін көп қолданатын адам. Тыңдау сөйлеуден маңызды. Егер бұл шындық болмағанда, біздің 2 құлағымыз бен 1 аузымыз болмас еді.
Көп адам жаңа мүмкіндіктер мен жаңа ойларды тыңдап, сосын пайдасына асырудың орнына аузымен ойлап жағаласуды біледі. Сұрақ қоюдың орнына қарсы пікірін білдіруге шебер. Бір ретте құламай сәби жүруді үйренбейді. Себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолы да солай. Неліктен қоғамның көк бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды? Себебі олар жеңілуден қорқады. Ал жеңіс тұғырынан көрінгендер жеңілістің де дәмін татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір жолы. Сәтсіздікке жолағысы келмейтін адамдар жеңіске де жете алмайды. Ынта болса, адамның қолынан келмейтіні жоқ. Егер сіз менің қолымнан бұл іс келеді десеңіз, сіздікі дұрыс. Ал егер қолымнан ештеңе келмейді десеңіз, онда сіздікі тағы да дұрыс. Себебі бәрі өз сеніміңізге байланысты. Күресуден бас тартқанда жеңіліске ұшырайсыз. Кедергі дегеніміз мақсаттан көзіңіз тайғанда басталатын нәрсе. Сәтсіздік бәрін ақылға салып, жаңадан бастауға берілетін мүмкіндік. Нағыз азамат өз парызын білер, ал пасықтар пайда іздеп жүрер. Өмірге өшпенді кісілерді тыңдау, олармен араласып тұру өз қылмысыңның басы. Жақсы өмір сүру үшін кешірімді әрі ізетті болу керек. Аса ақылдылар мен аса ақмақтар ғана өзгермейді. Өнер мен сауда-саттыққа кедергі болма. Өз мүмкіндігінен хабары аз адам қауіпке ұрынуы мүмкін. Көп білсе де өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Адамзат баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істерде осы секілді кішігірім жұмыстардан бастау алады. Өзендер мен көлдердің жүздеген тау бұлақтарынан су жинайтын себебі олар бұлақтардан төмен орналасқан. Осының арқасында олар барлық тау бұлақтарын уысында ұстайды. Дәл сол сияқты жоғары тұрғысы келген кісі өзін төменге қояды. Құрметті көрермен, видеоны соңына дейін көріп, лайк басқандарыңыз үшін көп алғыс білдіреміз. Көріскенше күн жақсы.